Баршаңызға сәлем, қымбатты менің арнамның оқырмандары және қонақтары. Арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің назарларыңызға жазушы Әзілхан Нұршайықовтың махаббат қызық мол жылдарының 20 бөлімін ұсынатын боламын. Майра маған бір көрпе мен бір жастық және ұзынша келген құрақ көрпеше беріпті. Соғыстан соңғы дүниеге тапшы кез еді ғой ол. Құрақ көрпешені текемет үстінен төсеуге әрі простина орнына бергенге ұқсайды. Төсекті тез салуын салып алғаныммен тыншығып жата алмадым. Текеметке киімшең құлаған бойыммен өлі тигендей дөңбекшіп, біресе оң жамбасыма, біресе сол жамбасыма аударыла беремін. Кейде төмен домалап, үй үстіне қаулап өскен алабота көк қурайды сықтырлата сындырып, аунай кеп жөнелемін. Төбедегі шөпті ат аунағандай етіп жапырамын да, одан соң қайтадан орныма ораламын. Біраздан кейін киімді шешіндім де, тек трусишең ғана күйде қалдым. Содан соң аюмен алысқандай боп, екі иығымнан демалып, екі таңауым делдеңдеп, біраз шалқамнан жаттым. Сөйтіп, жұрт аяғы басылып, ел ұйқыға кеткенше өз-өзімнен аласырумен болдым. Әлден уақытта жолбарыстай ырғып орнымнан тұрдым да, біреу көріп қоятындай еңкеңдеп, бір басып, екі басып, сатының қасына келдім. Беседка жаққа көз салып едім. Қыздардың жайбарақат ұйықтап жатқандары аңғарылды. Сатыдан түсе салып, жүгіріп қастарына барсам, Майра басын бүркеп алған екен. Қою қара шашы ақ жастыққа шашылып, шалқасынан жатқан Меңтайды көргенде үстіне құлап кете жаздадым. Буын-буыным қалтырап, тынысым тарыла түсіп, Меңтайды еңкейіп еріннен сүйдім. Ол тез көзін ашып алды да, мені қос қолымен бетімнен сипап, мойнымнан құшақтады. Мен дегбірім кетіп, оны тез орнынан тұрғызбақ болып, екі қолынан тарттым. Меңтай кеудесін көтеріп отырды да, Майра жаққа қарап, маған екі саусағын көрсетіп, ерініне басты. Онысы ақырын Майра оянып кетеді деп ұқтым. Мен оған саусағыммен беседканы нұсқап, одан соң үйдің үстін көрсеттім. Оным жүр үйдің төбесіне барып жатайық дегенім еді. Ол орнынан тұрып, үндеместен соңыма ілесті. Беседкадан шыққаннан кейін екеуміз қол ұстасып сатыға қарай жөнелдік. Жұқа, жолақ, үш көйлегінен екі тізесі жарқ-жұрқ көрініп, ақ мәрмәрдай мойын, кеудесі айға шағылысып, қалың, қою ұзын қара шашы, ту сыртын қара мақпалдай қымтап, Меңтайдың сахнаға шыққан бешідей аяғының ұшынан лып басып қасыма келе жатқанын көргенде, менің жүрегім жарылардай боп дүрс-дүрс соқты. Үйдің үстіне шыққаннан кейін Меңтай төсек үстіне келіп, демін ішіне тартып, дымы құрығандай боп шоқиып отыра кетті. Сол тұста көкте қайырған қыранның тегеурінен тайсалақтап, діріл қағып, жан ұшырып, тегіс жерде шалқасынан құлаған қызыл түлкінің үстіне жарқ етіп, найзағай соққандай болды. Ерін тауып, бір-бірінен шырын сорып, бал жұтысқан, тойымсыз, тынымсыз, толассыз бір сәт туды. Меңтай екеуміз құшақтасып, жалаңаш денеміз, сүйіскен екі еріндей жабысып, көрпе астында үн-түнсіз жаттық. Бұл күн ыстықта ұзын жол жүріп, қаны кеуіп шаршап, қаталап келіп, алдынан кездескен мөлдір бұлаққа бас қойған адамның алғашқы алған рахатынан кейінгі тапқан тынысы тәрізді шақ еді. Қатты шөлдеген адамның сусыны қанушыма еді. Менің тағы да шөл қандыру әрекетіне кіріскім келді. Осы кезде Меңтай мені сәл бөгеп, бір нәрсе сұрағысы келгендей ыңғай білдірді. Сен менен жиіркенген жоқсың ба, деді ол. Жоқ. Жиіркенбейсің бе? Жоқ. Өмір бойы ма? Иә. Осы кезде менің денемнің Меңтай жақ жартысы дір ете қалғандай болды.
Діріл тез қайталап бірден жиелей түсті. Сөйтсем, Меңтай өксіп жылап жатыр екен. Оның неден ренжітіп алдым деп, мен жаным шыға бәйек болып асты үстіне түстім. Не болды жаным? Жай әншейін. Әншейін емес қой, айтшы қуатым, деп мен жалынып. Әншейін, деді Меңтай үстіміздегі көрпенің шетіне көзін сүртіп. Айтшы сәулем, дедім. Оның ащы жас шыққан екі көзінен, аузынан тыңбастан сүйіп, айтшы қуатым. Жай әншейін дедім ғой, сен болмасаң мені кім бағалар еді? Өзегіне құрт түскен алмаға кім қолын созар еді деп әншейін соған. Меңтайдың неге жылағанын енді білдім. Тезірек оны жұбатуға асықтым. Қойшы қалқам, оны ойламашы дедім. Тағы да толассыз сүйіп жатып. Ол бір сәт түнде көрген жаман түс сияқты болып өтті де кетті емес пе? Ойламашы соны, сен бітеу тұрған, бұзылмаған ең тәтті алмасың жаным. Мен сіздей кісіге лайық емеспін ау, тең емеспін ау деп ойлаймын. Жоқ, лайықсың, сен менен артықсың сәулем. Меңтай біраз үнсіз жатты. Жарайды, сенің көңіліңе келмесе болды маған, деп ол мені ыстық ернімнен аймалап, жұмсақ алақанымен жанымды сүйсіндіре, жауырынымды сипады. Келмейді қуатым, сенші маған, келмейді ешқашанда. Мен сені осылай құшып жатқаныма бақыттымын. Қуатым, қызығым, өмірім, өзегім. Айналайын көкетайым, деді Меңтай. Айналайын деген сөзді жанды еріте созып айтып, айлы түнде айдай жарымның ашық жатқан аппақ кеудесіне тағы да құмарта көз тіктім. Ұлы даналар жасаған жан ләззаты, жалаңаш әйел бейнелері көз алдыма елестеді сол сәт. Гояның биік төсекте шалқалай сұлап, топ-томпақ қос анары қызықтыра көз тартып, өзіне маужырай қараған бұран бел, жалаңаш махасын көргендей тамсандым. Енді бір сәт Тицианның қою қолаң шашын уыздай денесіне шәлі етіп жамылып, жұмыр білегі қос анары үлбіреген, ақ тамағы ғана ашық қалған жанды еріткен жас сұлу Мария Магдалинасы мен ақ санын айқара ашып тастап, сабыры сарқылып жатқан Данаясының бір сәт Рубенстің оң иығына жалт бұрылып, әлденеге құмарта қарап қалған сымбатты Вирсавиясының қасында тұрғандай сұқтандым. Айналайын, деді ол осы кезде Меңтай даусын соза сөйлеп, жалынғандай болып. Қарамашы тесіліп, қойшы көкем, ұяламын, біреу көріп қояды. Кім көреді? Ешкім де көрмейді деймін мен, оның кеудесіндегі тырсиған ақ алмасынан аймалап. Әне, ай көріп тұр, дейді Меңтай күліп, қытығы келіп. Ай көрсе көре берсін, ол айналасына айтады. Айтса берсін, жұлдыздар көріп қояды. Олар жер жүзіне жаяды, жайса жая берсін. Дүниеде әйелдің тәнінен тәтті, оның тұлғасынан сұлу ештеңе жоқ шығар деп ойладым мен. Меңтайдың ақ денесін көрпемен қайтадан қымтап жатып, әйелдің асыл тәніне тәнті болу еркектік тіршіліктің түйіні шығар деп түйдім мен онда. Бірақ ешбір картина менің Меңтайымның сымбатын бере алмайды. Барлық Венераларда, Данаяларда, Марияларда, Версавияларда Меңтайдың шеніне де келмейді. Өйткені бұл ешкім көрмейтін менің өз картинам, өз дүнием, өз байлығым, өз бақытым. Міне мен Меңтайды бауырыма басып, ішімнен осылай деп жаттым. Меңтай менің өз картинам, өз дүнием, өз байлығым, өз бақытым деп мың мәрте қайталадым. Әйел мүсінінің сұлулығын қыл қаламмен жырлап өткен ұлы даналар қалдырған Эрмитаж қабырғаларындағы бір көрген адамның ешқашан есінен кетпес мәңгілік ғажап картиналарындай болып, сол бір түн, жарық ай, жалаңаш Меңтай күні бүгінге дейін менің көз алдымда қалды. Сол жолы мен сұлулықтың шын сырын ұқтым. Әйел сымбаты, әсіресе оның жалаңаш мүсіні дүниедегі қуатты күш екенін түсіндім.
әйел тәні еркектер үшін магнитпен пара-пар екенін білдім. Жалаңаш әйелді жау да жеңе алмас-ау деп ойладым. Бұл сабақты маған сол түн, сол сәт берді. Ол түн маған дүниеде ең бір ұлы сабақтың алғашқы әліппесі болды. Мен шалқамнан жатырмын. Меңтай бір қырындап мені құшақтап алған. Мен оны мойнынан қысып, екінші қолыммен қолын сипап жатырмын. Аспанда асыға ай дөңгелеп барады. Одан әріректе менің меңтайымның жүзін көруге таласқандай боп жұлдыздар жыпырласады. Олар бір-бірімен жарыса жымыңдасады. Содан соң, сен қандай бақыттысың деп маған бас изегендей болады. Иә, мен бақыттымын, деймін жұлдыздарға күбірлеп. Менің бақытыма сендердің де сандарың жетпейді. Өстіп, меңтайды құшақтап, жұлдыздармен сөйлесіп жатып, мен соншама бір ғажап, рахат, теңіздің түбіне қарай шым батып бара жатқандай сияқтандым. Таңертең меңтай ерте тұрып, мені қайта-қайта сүйді. Содан соң беседкадағы Майраның қасына жатты. Мен жалғыз қалдым. Бұл жолғы жалғыздығымды мен басқаша сезіндім. Үй үстінде бір өзім оңаша болғаныммен, меңтай көзге көрінбей қасымда жатқан тәрізденді. Ол да оңаша емес, қасына мені алып жатыр ма деп ойладым. Көкжиектен дөңгелеп күн шығып келе жатты. Жалғыз жатып мен күбірлеп, күнмен сөйлестім, сыбырлап желмен тілдестім. Оларға да өз бақытымды айттым. Бір кезде үйден шелегін салдырлатып, сиыр саууға Майраның анасы шықты. Мен киініп үй төбесінен шығып, Абзал анаға сәлем бердім. Армысыз, анам? Бар бол, балам. Ұйқың келмесе өзенге бар, деді ол. Бүрген, мен бақыттымын, дедім, өзен жағасына келіп айқайлап. Одан соң аяңдап, гүлді өзекке түстім. Гүлдер, мені құттықтаңдар, мен сендердей гүл құшақтадым, мәңгі құштым, дедім оларға. Гүлдер қуана құттықтап, бастарын изесті. Содан соң мен көк төбеге көтерілдім. Мен бақыттымын, дедім төбе басында тұрып, дауыстап. Маған алыстағы таулар үн қосты. Олар мен бақыттымын деп жаңғыра жауап қатты. Маған бүрген өзені шалқып жатқан дәрия, көктөбе асқар тау сияқты боп көрінді. Мен дүниенің төріне шығып, төбесінде тұрғандай сезіндім. Иә, сол күні кешке Майра болмастан той жасады. Ауыл жиналды, махаббат гимні жар айтылды, әндер шырқалды. Ауыл адамдары Меңтай екеумізге ақ жүректерінен шыққан адал тілектерін айтысты. Шарап жоқ, шатақ жоқ, шаршы ғана жиын жасадық өзімізше. Ертеңіне Меңтай, Майра мен үшеуміз қалаға келдік. Жатақханаға кірсек, маған деген тілдей ашық хат жатыр. Оқып жіберсем, былай деп жазылыпты. Ербол, сен бізге аса қажетсің. Тез келіп маған жолық. Б. Уазитов. Мені редакция іздеп жатыр. Барамыз ба, қыздар, дедім. Неге екенін білмесем де өзіме қуанып. Барайық, деді олар бірден. Базардың қасына келіп трамвайға отырдық. Жол бойы мен жақпастан сөйлеумен болдым. Қыздар күлумен болды. Қыздар тосып сыртта қалды, мен ішке кірдім. Келдің бе, Ербол, деді жауапты секретарь мені көріп. Сәлематсың ба, қалай, сессияң бітті ме? Бітті. Оқуыңды қашан таусасың? Енді бір 10 шақты айдан кейін. Бізде бір орын босады. Сені қызметке алсақ деп ойлап едік. Қалай көресің? Ақылдасып кеп, артынан айтайын. Кімнің орны? Шалғынбаевтың орны. Менің көзім бақырайып кетті. Ол қайда кетті? Не қып кетті? Басқа жұмысқа ауысты. Газетте істеуге қабілеті жетіңкіремеді. Оның үстіне мақтаншақ, даңғой, ішкіш адам болып шықты. Ал өз шешіміңді айт кәне. Япырай, Шәкемай, дедім мен ішімнен. Деп, өзіңнен өзің сиыр қайырғандай болып отырушы едің. Тіркемелі 150 грамм төбеңе жеткен ғой тегі. Қазір семьяммен ақылдасайын бәке, дедім. Сонан соң, семьялы болып па едің?
Құтты болсын деді жауапты секретарь. Семьялы болсаң, осы қызметке кіргенің жөн болар. Жүгіріп есік алдына шықсам, Меңтай мен Майра мені күтіп тұр екен. Я, неге шақырыпты, деді Майра. Бізге қызметке кел дейді. Я, сіз не дедіңіз? Семьяммен ақылдасайын дедім. Майра мәз болып күлді. Ал семьясы айт, деді Меңтайға бұрылып. Оқу бар ғой, деді Меңтай. Қалған бір курсты жұмыс істеп жүріп ақ бітірмеймін бе? Ана жақтағы жұмысыңды қайтесің? Оны тастаймын. Редакция ол жақтан өзі босатып алады. Қайдам, өзіңе ауыр болып жүрмесе? Жоқ, сүйін, менің арманым нағыз журналист болу емес пе? Ол үшін осы газетте жұмыс істеуім керек. Оның үстіне қызмет істесем, екеуміздің де жағдайымыз жақсарады. Өзің біл, маған осыдан артық еш жағдайдың керегі жоқ, Ербол. Мен қандай қиындық болса да шыдаймын ғой. Сол күні маған Ербол Есенов республикалық газеттің әдеби қызметкері болып тағайындалсын деген бұйрық берілді. Тағдыр менің сүйген қызымды да, сүйікті қызметімді де осылай бір-ақ күнде қолыма ұстатты. Сонымен не керек? Нағыз бақытты жан мен болдым. Меңтай екеуміз Мичурин көшесінен оңаша бөлме жалдап алдық. Мен Меңтай дегенде, ол мен дегенде ішкен асымызды жерге қоятын болдық. Біріміз жоқта біріміз бір ұрттам су ішпейтінбіз, тамағымыздан өтпейтін. Мен жұмыстан, ол сабақтан босасақ болды. Екеуміз бір-бірімізге қарай ұмтылатынбыз. Жылдам жетіп, жолығысқанша асығатынбыз. Біз кішкентай бөлмеміз бүкіл курс студенттерінің орталығына айналды. Олар әсіресе демалыс күндері біздің үйден шықпайтын, шәй ішетін, шарап тататын. Өте-мөте Жомартбек пен Майра біздің үйге жиі келетін. Екеуің қосылсаңшы, дейміз біз оларға әзілдеп. Менің қосылғым келеді-ау, дейтін ондайда Жомартбек күліп. Мана Майра, мен сенен 3 жас үлкенмін, апаңмын деп болмайды. Осылай деп Жомартбек күлкісін тия қояды да, моп-момақан болып Меңтай екеумізге кезек қарайды. Содан соң, апасын алушы ма еді жұрт деп сұрайды. Бәріміз қыран күлкі боламыз. Майра Жомартбекті төмпештеп, екі құлағынан кесек жұлады. Ойбай, апатай, алмаймын, апатай деп Жомартбек бақырып, үйді басына көтереді. Бұған да көзімізден жас аққанша күлісіп, мәз боламыз. Кейде зәйкүл келеді. Келеді, ол біздің ескі құсқы базардан сатып алған жаман диванымызға жалып етіп отыра кетеді. Содан соң бір аяқты бір аяқтың үстіне салып, юбканың етегін кейін серпіп жіберіп, екі санын жарқырата жалаңаштап тастайды да сөзге кіріседі. Өз курсыңда оқитын қыз бен жігіттің оңаша үйі болып, аяқты көсіліп тастап отырған қандай рахат деп мардымсиды. Жомартбек оған дүрсе қоя береді. Әй, Зайгүл, дейді ол қабағын түйіп. Сен кербес ағайыңның алдында отырған жоқсың, жап етегіңді. Ой, осының өзі мәдениетсіз, дейді Зайгүл міз бақпай бетін тыжырайтып. Қызға кісі өстіп дөкір сөйлей ме екен? Жомартбек қарқылдап күліп жібереді. Немене, қыз емес дегің келе ме? Дейді Зайгүл басын қақши тастап. Менің мына Меңтай сияқты күйеуім бар ма? Жоқ. Ендеше не керек саған? Артта қалғансың. Мен саған жолда жатсаң да қарамас едім. Меңтай тез орнынан тұрып Зайгүлдің қасына барды. Қойшы, Зайгүл, Жомартбектің қалжыңына нешіне ашуланасың, дейді. Оны құшақтай арқасынан қағып. Қарның ашты ма? Жұмыртқа қуырып берейін бе? Сөйтші, Меңтай, дейді Зайгүл Жомартбекпен ұрсып отырғанын бірден ұмытып. Ішім ұлып барады. Мен қуырған жұмыртқаны сондай жақсы көремін, Меңтай. Содан соң Меңтайдың құлағына сыбырлайды. Шарабың бар ма? Сендік бірдеме табылады, дейді Меңтай, тез Зайгүлді тамақтандыру қамына кірісіп. Біраздан кейін мен Меңтай пісірген жұмыртқаны табасымен көтеріп, шырылдатып әкеп үстелдің үстіне қоямын. Меңтай біреулерден қалған шараптың аузын ашады. Зайгүл, жалғыз ішесің бе? Жомартбек басын шайқап отыр ғой. Жоқ, мен сенімен қағыстырып ішемін, дейді Зайгүл шарапты жұтпай жатып, сықылықтай күліп. Мен мұны ішпеймін. Неге? Менің шарабым басқа. Зайгүл алдындағы стақанды сырғыта салды. Ендеше мен де ішпеймін.
Сендер тәуір шараптарыңды өздерің ішіп, маған біреуден қалған жаман беріп отырсыңдар. Мен күлдім. Менің шарабым, шербетім мінекей деп, қасымда бейқам отырған Меңтайдың бетінен сүйіп кеп алдым. Күн сайын ішесің, күнде мас боласың, деді Жомартбек желпініп. Иә. Зайгүл сықылықтап күліп стақанға қайтадан қолын созды. Олай болса шемін, Ербол Зайгүлмен соғысып ішсеңші, деп Меңтай маған да құйды. Ендеше маған да тамыз деп Жомартбек те стақанын тозды. Бәрібір Ербол Зайгүл екеумізге басқа шарап шербетінен татырмайды. Зайгүл орта стақан шарапты бір қағып салды да күлді. О не, Зайгүл, деді Жомартбек бұрылып. Менің шарабым басқа дегенде, мұны өзі оңаша ішіп жүрген бәлсамы бар екен десем, мен бір мықтының үйінен ішкемін ондай бәлсамды. Бірақ оның сауыты қыздың беліндей жеп-жіңішке болады екен. Осы арада Зайгүл көздің қиығымен Меңтайға қарап қойды. Ал мына Ерболдың бальзамының сауыты? Зайгүл одан сайын сықылықтады. Аузын кенеппен тығындап қоятын қойшылардың карелин сауытына ұқсай ма? Қалай, Жомартбек? Меңтай қызарып кетті, бірақ үндемеді. Іші білініп, жүріс-тұрысы ауырлап қалған. Жарымды сөккені мағанда ұнамады. Жомартбек де теріс айналып кетті. Әй, өкпелеп қалдыңдар ма, деді Зайгүл бірден күлкісін тыйып. Мен қалжыңдап айтамын. Мен қалжыңды білмейді дейсің бе, Зайгүл, дейді Меңтай алаңдамай. Тамағыңды ішіп ал. Сенің осы ешкімге ренжімейтін мінезің үшін жақсы көремін, Меңтай, деді Зайгүл шанышқаны қайтадан қолына алып. Менің бір ауыз қалжыңымды көтере алмай, мына екеуі торсиды да қалды. Япыр-ай, биыл гос экзамен келе жатыр ғой. Зайгүл қолына алған шанышқысын қайтадан тастай салды. Анау кітапты көріп, ойыма түсіп кетті. Бір тілде бірыңғай таза сөйлеуге болмай ма осы, деп Жомартбек Зайгүлге тағы да тиісті. Өзім орысша араластыра сөйлегенді сүйемін. Өйткені сен Чеховтың қарындасысың ғой. Онда жұмысың болмасын. Араластырып сөйлесең, ең жоқ дегенде екі тілді білетінің білінеді. Маған жұрт Сағынова орысшаға да қазақшаға да суда екен деп түсінсе болды. Басқаның керегі жоқ. Оның атын көз бояу дейді. Әй, болса бола берсін. Меңтай басын шайқады. Ол жөн емес қой, Зайгүл. Өзіңе не ұнаса сол жөн. Басқаныкі не керек, деп Зайгүл шанышқыға қайтадан қол созды. Адасқанның алды жөн, арты соқпақ, деп Жомартбек ақырын әндетіп қойды. Осы кітапты көрсем ғой, деді Зайгүл жұмыртқадан тағы да бір асап жатып. Этажеркадағы кітаптарға көзі түсіп кетіп, азап ойым қаса болады. Кітапты жек көретіндігімнен бе? Қайдан білейін, анау күні түсімде бар ғой. Меңтай бар кітап жиналып мені сабап жүр. Мынау Жомартбектей шілмеген жұп-жұқа логиканың өзі жұдырығын түйіп, ентелеп келе жатыр. Түсте кітаппен төбелескен не болады екен осы? Білесің бе, Меңтай? Меңтай басын шайқады. Ендеше мен емтиханда құлап қалатын шығармын деп жорыдым. Сен құласаң, мен мұрнымды кесіп берейін, дейді Жомартбек қуланып. Керек жоқ мұрныңның. Бірақ қалай құламаймын? 4 жыл оқығаннан түйірдей ештеңе жоқ басымда. Сенесіңдер ме осыған? Біз үшін жауапты Жомартбек берді. Сенеміз, бірақ сендей сұлу қызға жасаған жар болады, Зайгүл. Зайгүл мақтанып қуанып қалды. Табиғат әділ ғой, шіркін, деді ол. Ой бермей маған өң бергенін айтсаңшы. Үстел шетіндегі айнаны алып, басын қисаңдатып бетіне тосты. Мынандай өңі бар кісіге ойдың керегі не? Айнаның қарсы алдында маймыл барып, дейді тағы да Жомартбек әндетіп. Бірақ маймыл деген сөзді Зайгүлге естіртпей міңгірлеп айтып. Жаман болсаң да жас болғанға не жетсін, Зайгүл? Бәріміз тоғылеміз. Сөйтіп Зайгүл кетеді. Одан соң өзгелер келеді. Күлкі-күлкіге жалғасады. Осылай базар болып тұрған алтын отауымыздың шаңырағы бір-ақ күнде ойламаған жерде салдыр-гүлдір етіп ортасына түсті. Ғафу етіңіздер, мен бұл әңгімені әлі күнге дейін тебіренбей, көзіме жас алмай айта алмаймын. Ол күндерде еңірегенде етегім толатын еді.
Одан бері 20 жыл уақыт өтті. Бірақ бәрібір әлі күнге дейін көз алдымда сайрап тұр. Иә, қай жерге келіп едім? Қазір. Бір күні түнде меңтай ішім ауырды деді. Ол былай болды. Мен ол күні күндіз редакцияның тығыз тапсырмасымен бір заводқа барып келіп, кешке мақала жазып отырдым. Үстелдің екінші басында меңтай болашақ бөпемізге деп көйлек пішіп әбігерленіп жатты. Ербол деймін дейді бір кезде меңтай. Ау дедім мен, тез қағаздан басымды көтеріп алып, өстіп тігісін сыртына қаратып, тепши берсем бола ма? Болады меңтай. Осыдан кейін екеуміз өз шаруамызды істеп отыра бердік. Ербол деймін дейді бір кезде тағы да меңтай. Ау меңтай, сенің ит көйлегің болды ма? Болған шығар. Менікі де болған шығар дейді меңтай басын изеп. Бірақ біз ғой шешеміздің оның қалай тіккенін білмейміз. Әрине білмейміз. Ит көйлегін екеуміздің осылай ақылдасып отырып тіккенімізді біздің бөпеміз де білмейтін болады ғой. Иә, Ербол, қайдан білсін ол тентек? Ой, ішім деп меңтай ішін баса қалды осы кезде. Мен орнымнан ұшып тұрып оның арқасынан құшақтадым. Ерболай, бүріп әкетіп барады, енді қайттым деді. Ол маңдайынан тер бұрқ ете түсіп, менің де жаным шығып кете жаздады. Қазір жедел жәрдем шақырайын дедім сасқалақтап. Меңтай басын изеді. Мен жан ұшырып көшеге шығып, автоматтан жедел жәрдемге телефон соқтым. Көк кешікпей жедел жәрдем машинасы келіп, мен меңтайды перзентханаға алып бардым. Мен қиналмасын деп перзентханаға жеткенше ол тістеніп дыбыс шығармауға тырысты. Барысымен сестралар ай түйге қаратпастан ішке қарай ала жөнелді. Кетпеңіз деп біреуі маған ескертіп те кетті. Осы қазір келіншегімді босандырып, баламды әкеп қолыма құшақтатады екен деп оған едәуір дәмеленіп қалдым. Бір кезде қолына түйіншек ұстап, жанақ сестралардың бірі шықты. Алыңыз деді, ол түйіншекті маған ұсынды. Мұныңыз не дедім, шошып кетіп, шегіншектей сырғып. Әйеліңіздің киімі, әйелім қайда? Сестра күлді. Қорқпаңыз жігітім, әйеліңіз осында қалады. Киімін үйге алып қайтасыз. Босанғаннан кейін, бір аптадан кейін киімдерін қайта алып келіп, әйеліңізді де балаңызды да үйіңізге алып кетесіз деп тыныштандырды ол. Аузыңа май дедім мен ішімнен. Содан соң меңтайдың киімін құшақтап үйге қайттым. Үйге жеткенше денемнің дірілі басылмады. Япырай, мына киімін қайтарып беретіндері жаман ырым екен дей бердім ішімнен. Сонда неге жаманға жордым екен деген ой маған күні бүгінге дейін келеді. Әрине, ол ойлағандықтан да емес қой. Әншейін құр далбаса ғой менікі. Сонымен не керек? Мен сондағы меңтайдың киімін құшақтаған бойда қалдым ғой ақыры. Меңтай перзентханада 4 күн болды. 3 күн бойы күніне 3 рет барып терезеден көріп кетіп жүрдім. Ол 2-ші этаждағы палатада болатын. Мен меңтай деп дауыстаймын келе сала асығып. Ол менің үнімді ести сала төсегінен түсіп, терезенің алдына келеді. Сөзіміз бір-бірімізді жөнді естілмейді. Содан соң екеуміз сақау кісідей ымдаса бастаймыз. Мен төменде тұрып, оған суға батып бара жатқандай кісіге ұқсап, қайта-қайта иек қағамын. Оның жайын қалай дегенім, меңтай балаша жымиып басын изейді. Ол түсіндім дегені. Содан соң аурухананың олпы-солпы ақ көйлегінің сыртынан кеудесін басады да алақанын жайқайды. Онысы қорықпа, мен үшін алаң болма дегені. Сөйтеді де екі көзін ботаның көзіндей мөлдірете кең ашып маған қарайды. Сұқ саусағымен қайта-қайта мені нұсқайды. Онысы өзің қалайсың дегені. Мен бас изеймін де, екі қолымның басын төмен салбыратып жіберіп, кезек көтеріп саусақтарымды жыбырлататынмын. Оным кешегі мақаланы машинаға бастырдым дегенім. Меңтай түсініп қайта-қайта басын изейді. Соң мен сұқ саусағымды шошайтып, аспанды нұсқаймын да бас бармағымды көрсетемін. Мұным мақаламды редактор оқып, жақсы деп айтты дегенім. Солай түсініп, меңтайда қайта-қайта бас изейді. Мен тағы да ишара жасап, қолымды сілтеп, көше жақты нұсқаймын.
Оным мақала баспаханаға терілуге кетті деген сөзім Меңтай алақанын шапалақтайды. Тағы да бір барғанымда Меңтай маған тамақ әкелме, өзің іш деп ымдады. Бір күні кешке екі қолын жастық етіп, соған қисайтып басын қойды. Онысы маған алаңдамай жақсылап ұйықта дегені. Бірде қолын төбесінен аса созып, өзі жоғары қарады. Онысы ұзын бала Жомартбек келіп кетті дегені деп ұқтым. Өйткені Жомартбек, енді жеңген болдың, маған ат қой деп болмағаннан кейін, Меңтай саған қойған атым деп ұзын бала деп атайтын. Бір жола ол бас бармағымен сұқ саусағын дөңгелете көзіне апарды да екі саусағын көрсетті. Онысы тостаған көз Майра бүгін екі рет келіп кетті дегені болатын. Төртінші күні түсте таңертең де келіп Меңтайды көріп кеткен болатынмын. Жүгіріп келіп таныс терезенің түбінен Меңтай деп дауыстадым. Терезе алдына ешкім келмеді. Тағы да Меңтай деп айқайладым. Бұл жолы өз даусымнан өзім шошып кеттім. Даусым палатаға да үрейлі естілді ау деймін. Терезе алдына орта жастағы қазақ әйелі жетіп келді де мені көре салып кейін қашты. Тұла бойым шіміркеніп, не болғанымды білмей кеттім. Тағы да Меңтай деп айқайлап жібердім. Бұл жолғы үнім перзентхана маңын ғана емес, бүкіл Алматыны, барша Алатау аясын басыма көтере шыққан жан даусымдай еді. Іштен ақ қалат киген қартаң сестра жүгіріп келіп, тез-тез бірдеңе деп мені қолтақтай ішке алып кетті. Мен сіздерге бұдан кейінгісін айтпай-ақ қояйын. Оны тар есікті, мұз еденді, мәйітхананың тас төсегінен қалай көргенімді, асыл жарды өлі туған перзентімен бірге қалай қиып, қара жердің құшағына бергенімізді айтуға дәтім шыдамайды. Меңтайды қойғаннан кейін, үшінші күні үйге жас орыс әйелі бас сұқты. Сіз есеніп боласыз ба деп сұрады менен. Иә, есеніппін. Алдымен әйел сіздің қайғыңызға ортақпын деп маған көңіл айтты. Содан соң өзінің перзентхана сестраларының бірі екенін білдіріп, қалтасынан қол басындай дәптер шығарды. Тани кеттім. Бұл менің Меңтай перзентханаға түскен күннің ертеңіне апарып берген дәптерім болатын. Осы дәптерді жарыңыз сіздің өз қолына тапсырыңыз деп аманат етіп кетті маған. Әйелдің қолынан дәптерді алып, денем дірілдеп бірінші бетін аштым. Меңтайдың маржандай жазуы көзіме оттай басылды. Бірінші бетте ол былай орысша жазыпты. Улица Мичурина, 65, Есенову Ербол Ильична. Ағыл-тегіл жыладым. Көлдеңнен жұртқа жақсы көрген жарынан айырылған еркектің еңірегенін естуден ауыр жай жоқ екен сонда білдім. Жан-жарынан айырылған еркектің сәбидей қорғансыз, сақау, саңыраудай бейшара боп қалатынын сонда ұқтым. Содан кейін ол дәптер менің бой тұмарым болды. Оның беттеріндегі жазулар, тыныс белгілері, үтір нүктесіне дейін тасқа қашалған Орхон Енисей жазуындай болып, менің жүрегімде мәңгі сақталып қалды. Мен сіздерге соны оқып берейін де әңгімемді аяқтайын енді. Ал тыңдаңыздар, азғантай ғана өзі де. Ербол, жаным, Ербол, өткен түнде сен мені перзентханаға әкеп салып, қайтып кеткеннен кейін маған осында өліп қалатын шығармын деген ой келді. Мен өлсем де бала өлмесе екен деп тіледім. Атын өзің қой, сен не деп қойсаң, мен соған ризамын. Менімен келістім деп есепте, бұл менің болашаққа жолдаған сәлем хатым болады ғой. Сонда, иә, мамаңның аты кім десе, Меңтай дейді ғой. Ол тілі шыққан соң, ол мені айтқаны ғой. Сонда сен күлесің де күрсініп, мені еске аласың ғой. Жоқ, бұл жай ой ғана, Ербол. Мүмкін мен өлмейтін шығармын, бірақ өлетін адам ажалын сезінетін сияқты деп сен өзің айтушы едің ғой. Мен де бірдеңені сеземін бе, қайдан білейін. Сезбегенім жақсы болар еді. Бәлкім бұл сені шексіз сүйетіндігімнен шығар. Сенен ажырамасам екен деген тілегім өзінен өзі үрейге ұласатын болар. Сүйген жүрек, дірілшіл, күйген көңіл, ырымшыл
келетін шығар тегі. Ерболым менің, мен тағы да қорқынышты ойлар ойладым. Адамдар бірін-бірін сүйеді, содан соң біреуі өліп, саудыраған сүйек болып жер астында қалады. Ол ештеңені де білмейді, сезбейді, ештеңеге қиналмайды, ойламайды. Бірақ бар салмақ, бар ауыртпалық тірі қалғанға түседі ғой. Жаман, арсыз жар есепті тіршілігін жасай жатар. Адал жарға ауыр тиеді-ау жалғыздық. Шіркін, шын сүйіспеншілікпен қосылған жандар өлмейтін болсыншы. Жоқ, мұным табиғат заңына қайшы болар. Онда ондай адамдар ұзақ жасайтын болсашы ең болмаса. Бірақ мен өлсем де өлмейтін шығармын деп ойлаймын тағы да. Өйткені мен ішімнен шығатын бала да және сенің жүрегіңде өмір сүремін ғой. Сонда ол мендік емес пе? Солай емес пе, Ербол? Солай деші, жаным, көкетайым. Бұл саған бұл жылдарды тек ішім ауырмасын деп қана жазып отырмын, Ербол. Сені ойлап, сен туралы жаза бастасам-ақ, ішімнің ауырғаны қоя қояды. Тегі ішімдегі тентек әкесін сыйлайтын болуы керек. Көрдің бе міне әкенің беделі қандай болатын? Айналайын көкетайым, сен менің осы сөздерімді жақсы көресің ғой. Сен естісін деп, мен мұнда осы екі сөзді әлденеше рет айттым. Естідің бе? Ойпыр-ай, ішім әкетіп барады. Бұрап әрең басылдау. Әйтеуір, дәрігерлер мерзімінен бұрын келген толғақ дейді. Ол неге мерзімінен бұрын келеді екен? Не айтайын деп едім саған? Жаңа есіме түсті. Ұнжырғаңды түсірмей, уақытында шашыңды алдырып, әр қашанда умаждалмаған таза киім киініп жүр қуатым. Жұрт сенің ішіңе үңілмейді, сыртыңа қарайды. Жаның жадау, жағаң жамау болса, соған сүйсінетіндер де шығады. Ешкімге таба болмай, тік жүр жаным, жарай ма? Арақ ішпе, керек жоқ. Өзің де құмар емессің ғой. Өзіміз ішпей үлгі көрсетсек, кейін балаларымыз да ішпесе еді деп ойлаймын. Ішпесе деп тілеймін. Менің еркіме салса, мұны болашақ ұрпақ атымен арақ ішпесе екен деймін. Капитализмнің қалдығы дегеннің ең зұлымы осы арақ. Біздің қоғамымыздың ішкі жауы да осы. Ендеше арақты құрту керек, өмірден алыстату керек оны. Арақ бар жерде меніңше ешбір мораль заңы, ол қандай асыл сөздерден тізіліп, алтын әріппен жазылса да жүзеге аспайды, Ербол. Дүниеде су, сүт, шай, қымыз, лимонадқа жететін не бар? Шіркін, адамды желіктірмейтін момын сұйық, осылардың өзі жақсы. Момын сұйық дегенім кісі сияқты болып кетті. Ербол, бұл бейнелеп сөйлеуді сенен үйренгенім болу керек. Сен менен не үйрендің? Ештеңе үйренген жоқ шығарсың деп ойлаймын. Ал мен сенен көп нәрсе үйрендім ғой күнім. Кісіні алдамауды, адамды арына қарап құрметтеуді, өз ойыңды көмілжімей ашық айтуды, қайырымдылықты басқаларға болсқыштықты, біреудің ішіндегі жан ауруын білдірмей біліп ала қоюды, осының бәрін сенен үйрендім, Ербол. Нағыз өмірдің өзін сен үйреттің маған. Сенсің менің мәңгілік ұстазым. Бір палатада бір артистің әйелі жатыр. Сен білесің, Ербол, ол артисті Отеллодағы Якубов ойнайды. Әйелі 6-шы баланы босаныпты. Босанғанына 1 айдан асса да, тапжылмастан осында жатқан көрінеді. Апай, мұнда неге жатырсыз? Үйге қайтпай деп сұрадым кеше одан. Ой, шырағым-ай, төсегі жақсы, тыныш жерде жата беру керек қой, деді ол. Осында демалып алған жақсы. Бұлар 1 апта өткен соң шығарамыз деп қодыраңдай береді. Ал әдісін тапсаң шығара алмайды. Алғашында тұмау тиді, басым ауырады дедім. Соңғы 5 күн бойына температурамен жатырмын. Ыстығыңыз жоғары ма? Деппін оған аңқау басым. Әйел күлді. Әңгіме сол ыстығымның жоқтығында ғой, деді ол. Ыстығымды өлшеуге тонометр бергенде, сестраның көзін ала беріп, жіңішке жағын одеялоға ысып-ысып жіберемін.
Кейде 37, кейде 38 болып шыға келеді. Олар сенеді. Кейін сен де сөйт. Мен жағамды ұстадым. Апай, алдағаныңыз дұрыс емес қой деп басымды шайқадым. Жоқ, мен ешқашанда өйте алмаймын, Ербол. Перзентханаға келгелі тұтқынға түскендеймін мен. Осында өзіңсіз өткен 3 күн, бүгін 3-ші күн, 3 жылдай болып көрінді маған. Мен босанғаннан кейін 1 күнде қалмаймын мұнда. Мені босана салсымен дәрігерден сұрап алып кет, Ербол. Жарай ма, жаным, жарай ма? Жұрт күйеулеріне еркелетіп ат қойып жатады ғой осы. Құрманғалиды Құрмаш, Уатайды Уаш деп. Мен сені әлде бір рет еркелетіп атамаппын ғой, жаным. Бүгіннен бастап Ертай деп еркелетейінші сені. Ертайым. Сенің халық қамын, мемлекет мүддесін ойлайтын үлкен журналист болғаныңды көрсем деп арман етуші едім іштей. Бағанағы өзің әкеп берген газетте басылған жұмысшы мүддесі деген мақалаңды оқып, төбем көкке жеткендей болып қалды бүгін. Редакторын мақтаса мақтағандай екен. Бірақ сен оған мақтанып кетпе күнім. Мақтанбайтыныңды білем ғой. Әншейін айтамын, өкпелеп қалма. Жарай ма? Айтпақшы, бүгін майдың 5 екен ғой. Сен әкеп берген газеттен көріп есіме түсті. Сені баспасөз күнімен құттықтаймын. Жеңіс күнімен құттықтаймын. Жалғыз мен ғана емес, папама менен сәлем айт деп, бүйірімді тепкілеп жатыр мына тентегім. Оның да сәлемін қабыл ал. Айтпақшы, Ертай, сен барып деканатқа айт, мені перзентханада жатыр деп, мемлекеттік емтиханға кіргізбей қойып жүрмесін. Менің әдебиеттегі еңбекші әйелдер бейнесі деген тақырыпта жазған диплом жұмысшысының дайын екенін айт. Өзің білесің, осыған дейін 1 күн сабақтан қалған жоқпын ғой мен. Мемлекеттік емтихан тапсыруға қалайда күйім келеді. Қалайда менің биыл құрбыларыммен бірге диплом алуым керек. Мектепке жолдама алып классқа кіріп, сәлеметсіңдер ме балалар, мен сендердің мұғаліміңмін деп жас ұландардың алдында жымия күліп тұрсам, арманым болмас еді. Дүние-ай. Ойпырмай, мынау сәлемхат тағы да тынышсыздандыра бастады ғой. Мен осына сәлемхат дей беремін. Түбінде сәлемхат атанып кетіп жүрмесін осы тентегіміз. Мен бұл тентегіңді қандай болса екен деп ойлайтынымды білесің бе сен? Ұл болса саған, қыз болса маған тартса екен деймін. Бірақ ұл болса да, қыз болса да ақылы, адамгершілігі сендей болса екен деймін. Ал саған тағы да сәлемхаттан сәлем, папасы. Адал дос адамға медеу де, демеу де, мақтанышта мереке ғой шіркін. Біздің Майра сондай ғой, жаны қалмай жүр байғұстың біз үшін. Бағана келіп баланы уайымдама. Босанған соң апама бақтырамыз. Апам өзіме әкеп беріңдер деп айтты деп кетті. Апамды әуре қылмаспыз. Солардың сырттай жасап жатқан қамқорлығына жаным ериді. Оның артынан өзіңнің кешкі көлеңкең Жомартбек келді. Сен екеуің бір-біріңді жеңе алмай-ақ келесіңдер қажасып. Сен оны кешкі көлеңкем деп атасаң, ол сені өзімнің түскі көлеңкем деп те шыға келеді. Әйтеуір қисындырып, бір нәрсені таба қояды. Бір газетті балай етіп әлпештеп, іңгә деп мені мазақтап кетті терезе сыртынан. Мейлі, мазақтаса мазақтай берсін. Ертең өзі келіншек алып, баласы болғанда көреміз оның әуселесін. Бұл күнделікті мен жай әншейін ермек жазып жүрмін, папатай. Сәлемхатың барс етіп бақырып жерге түскеннен кейін өзіңе беріп жіберемін мұны. Кейін дос жандарға оқып, тұңғышымыздың дүниеге қалай келгенін айтып, осы күндерді еске алып күліп отыратын боламыз әлі. Соған жазсын, соған жеткізсін. Иә, папатай. Көңілі босап, көзіне жас келгендей болып, Ербол біраз уақытты үнсіз отырды. Бойын жиып, буынын бекіткеннен кейін ол сөзін қайта жалғап, әңгімесін аяқтауға кірісті. Мінекей, Меңтайдың соңғы күнделігі осы. Жан тәсілімін жасап жатқан адамның ақырғы тынысы соңғы қырыл, соңғы дірілі сияқты асыл жардың ақырғы сөзі еді бұл.
Бірақ осы асқандай сөзде мен үшін қаншама сыр, қаншама жыр жатыр десеңші. Қаншама өкініш, қаншама мұң бар мұнда. Оқып отырып сан рет өкіріп, өксіп жылағанмын мен. Одан айырылып қаларымды өзім сездім бе қайдам? Меңтайды аялап, аймалап, құшып сүюге, баладай әлпештеп, еркелетуге бір тоймаушы едім. Ақыры оның бір кішкентай қара тырнағына да зар болып аңырадым да қалдым. 4 жыл соғыста 4 талына қылау кірмеген көмірдей қара шашым меңтайдан айырылған тұстай аппақ қудай болып шыға келді. Талай рет ұйықтап жатып, меңтай үнін естідім. Жаным Ербол деп сан рет құлағыма сыбырлады. Еден сықыр ете түссе, меңтайдың жүрісін танып, сан рет басымды көтеріп алдым. Оның көйлегінің сыбдырын естігендей болып, сан рет елеңдедім. Бірақ ол келмеді, көрінбеді. Мәңгілік жоқ болды, ғайып болды. Таң алдында көрген тәтті түстей ғана елес қалды. Кейде бір оңашада өткенді ойлап мұңға батасың. Сонда, Құдай-ау, қайда сол жылдар деген абай жолдары еріксіз еске түседі. Ойлап келіп, жастық шағыңның орынсыз өтпеген, іштей медеу мақтаныш етесің. Өйткені адамзат толқын болып дүниеге келеді, түйдек-түйдегімен өмірден өтеді. Әр толқын, әр түйдек алғы шепке, шеру тартқан әскер легіне ұқсайды. Октябрь революциясы мен азамат соғысына қатысқан құрыш адамдардың темір тасқынды легіне ілесіп, біз 18 пен 22 жас арасында азаттықтың ауыр жүгін арқалап, 4 жыл толассыз қан кештік. Пештен жаңа ғана қотарылған қызыл шойындай жүйкіп, батыстан Москваға қарай лықсыған от пен өрт сөлінің қорғасын мен темір топанның алтын тостық. Біз жас тәнімізді неміс фашистерінің оғы шұрқ тескіледі. Жау танктері үстімізден таптап, жас сүйегімізді сықыр-сықыр сындырды. Жас жүректерімізге немістің селінің қос-қоштай қанжарлары кірш-кірш қадалды. Концлагердің қашқанымызда немістің қасқыр иттері қоң етігімізді жұлмалап, терімізді жалбыратып, қан жоса етіп талады. Бізді зұлым жау камераларға қамап, улы газ жіберіп тұншықтырды. Бізді олар тірідей өртеді. Көзімізді бақырайтып қойып, тікемізден тік тұрғызып көрге көмді. Бірақ біз қасиетті күші ұлы отанның, қанатын бер қыран құстың, ашуын бер арыстанның, жүрегін бер жолбарыстың, күллі әлемнің ашу кегі орна менің кеудеме кеп, жау жолына атам сені, бомба болда жарыл жүрек деп, жанған самолеттен жау колоннасына жай оғындай шаншылдық. Айналаға өлім шашқан азал дзотна өз денемізді өзіміз қол гранатадай лақтырып, дұшпан пулеметін қанымызбен қақалттық. Жауға жанымызды берсек те, арымызды бермедік. Біз жығылып жатып, тұрып жатып, өліп жатып, жеңіп жаттық. Халық намысын қорғасынға қоса құйып, құрышпен кіріктірдік те, бомбаға қанат, снарядқа заряд еттік. Ел тәуелсіздігін төбемізге ту етіп көтердік. Сөйтіп, біз дүниені жайпап келе жатқан темір топанды тоқтаттық. Біз отан жауын осылай жеңдік. Ақын айтқан біздің сол жылдарымыз, махаббат қызықтан гөрі мұңы мол боп өткен жастық күндеріміз. Жарты сағат бұрын дәл төбеңнен күркірей жауған қалың жаңбырдың бұлты басқа жаққа қарай аунап, оның әр жерінен бой көрсеткен алыс найзағайдың қылыш бойындай ғана қысқа жарқылы іспеттеніп, күннен күнге айдан айға аулақтап, шегініп ұзап барады. Сол жарқылдың ішінде мен де, менің меңтайым да бар деп күбірлеймін мен осылай, өз-өзімнен тебірене тербеле отырып, ойымды өзімнен қоса тербеп. Біз майданда
қандай адал болсақ, махаббатта да сондай пәк болдық. Әр жүректе асыл адамгершілік, айнымас махаббат болуын тіледік. Өйткені өмірден қол ұстасып өтер жан серік жалғыз жарын шын сүйсе, білмеген адам жолдасын да жақсы көре алмайды. Коллективінде құрметтей білмейді. Жан жарына адал болмаған адам қылған қызмет, істеген іс, атқарған жұмыс, арқалаған қоғамдық міндетіне де адал бола алмайды. Себебі саналы өмірдің бар қызығы махаббатқа тіреледі. Сондықтан да махаббатқа соқпай кететін сенім аз. Анаға сүйіспеншілік, жарға құштарлық, отанға перзенттік, туған топыраққа борыштылық сезімдерінің бәрі махаббатқа байланысты. Адам бойындағы ең асыл қасиет адамгершілік сезімі де махаббатпен сабақтас. Өйткені махаббат қадірін білмейтін адамда адамгершілік сезімі болмайды. Ал адамгершілігі жоқ кісінің жүрегін махаббат мекемдемейді. Менің оған қосарым махаббат деген асыл жібекке түйілген отаншылдық, еңбекшілдік, достық, туыстық, бауырмалдық сезімдері әрбір жас жүректің жалынды туы болса екен деп тілеймін. Біз Октябрь революциясынан кейін дүниеге келген жаңа ұрпақ отанға да, махаббатқа да ақ жүрегімізбен адал қызмет еттік. Міне біз мұны өзіміздің мәңгілік мақтанышымыз деп білеміз. Осы мақтаныштың әкелер жүрегінен балалар жүрегіне көшуін көрсетуін де бүгінгі күннің тақырыбы. Оны қалай көрсету әрине жазушының міндеті. Иә, ұқтым. Не сұрайын деп отырғаныңызды түсіндім. Меңтайдан басқалары қазір қайда демекшісіз ғой. Оны да айтайын сізге. Университет бітіргеннен кейін ұядан ұшқан балапандай болып, әркім әр жаққа кетті. Біреу қияға қонып, біреу қиырды мекендеп жүріп жатыр қазір. Балапан басқан тауықтың ұясына байқаусызда түсіп кеткен үйрек жұмыртқасынан шыққан сушыл балапандай болып, филфакты бітіре сала мұғалім болмай, журналистиканың айдың көліне тартып мен кеттім. Ол 30-дың біразы ғылыми қызметкер болды. Көпшілігі мұғалім. Қыздар әлде қашан күйеуге шыққан, жігіттер әйел алған. Бір кездегі бүлдіршіндей қыздар бүгінде сары қарын әйел, сақалды шалға айналды. Алтының балалары институтқа ілініп, баяғы біз басымыздан кешкен жастықтың жәрмеңкесіне енді олар кірді. Біздің жастықтың жығылған жылауының орнына олар өз туларын көтерді. Солардың ішінен Меңтай екеуміздің мәңгілік адал досымыз Жомартбек Жолдин ғылым докторы атағын алды. Зайгүл есебін тауып бірі бастықтың етегінен ұстаған. Соның беделімен тамыр таныстық деген кәрі кеселдің көмегімен ол да кандидат деген атқа ие болып алған. Қазір ол бір институтта басын жарып, көзін шығарып, әдебиеттен сабақ береді. Зәкең бұрынғының бәрін ұмытқан, әншейінде шекірейіп жүретін әйел кандидат болса мүлде кекірейіп кетеді емес пе? Ол да солай. Кездесе қалсаң танығысы келгенін таниды, танығысы келмегенге танауын көтеріп жүре береді. Жеңілтек адамды жағдай өзгертпей қоя ма? Мінекей өмір дегеніңіз кейде ойсыз, ұшқалақ адамды ұшпаққа осылай шығарады екен. Қанипа да кандидат. Майра Абаева Ленин орденімен наградталған. Жақында оған еңбегі сіңген мұғалім атағы берілді. Тұмажанның да қайда екенін білгіңіз келетін болар. Жер үстінде ол да жүр. Бірақ біздің қоғамымызда ондайлардың орны түрме емес пе? Түрмеге түскен. Жинақ кассасына меңгеруші болып тұрғанда бірнеше облигацияға подлог жасап, мемлекеттің көп ақшасын жегені және өз сөзімен айтқанда басқа да үзіп жұлып жылмалағаны үшін көп жылға сотталған. Оның екінің сөзінің бірі Ошақбаев опық жемейді болып келуші еді. Жоқ, Ошақбаевтарда омақа асады екен. Олардың әділетсіздігінің, арсыздығының, нысапсыздығының зауалы заң екен. Ал енді қалғаны кім дейсіз ғой? Қос ғашық тана мен заман болар. Ертегі
еш ғашықтың қолы жетпеген мұратқа осы екеуі жетті. Екеуі қосылып көп бейнеттерді бастарынан кешіріп, сол жақта жүріп, институт бітіріп, 54-ші жылы елге келді. Қазір екеуі де мұғалім. Тана Серікбаева 2 рет жоғарғы советке депутат болып сайланды. Білімбай, Ербол, Махаббат, Меңтай есімді 4 баласы бар. Бір ұл, бір қызына Меңтай екеуміздің атымызды қойыпты. Мен олармен анда-санда кездесіп тұрамын. Кездескен сайын алдымен кішкентай қыздарын құшағыма алып, Меңтайым менім деп шөпілдете сүйемін. Содан соң Тана мен Заманға қарап, ал осы заманның қозы көрпеші мен баян сұлулары амансыңдар ма деп құшағымды жаямын. Көздері жасаурап, еріндері дірілдеп, ол екеуі қатарласа маған қарай ұмтылады. Асыл жар, адал досқа не жетсін шіркін. 1963-70 жылдар Алматы. Махаббат қызық мол жылдар кітабы қалай жазылды? Оқырмандарға жауап. Менің Махаббат қызық мол жылдар атты кітабым 1970 жылы жарық көрді. Содан бері биыл 3-ші жылға аяқ басты. Бірақ бұған дейін менің де 10-нан астам кітабым жарияланды. Жұрт кезінде мені жақсы очеркист деп таныды. Солай бола тұра. Мен ол кітаптарымның бірде-бірін не хат алған емеспін. Ал Махаббат қызық мол жылдардың жалғыз өзіне ғана 1000-ға жуық хат алдым. Бұрын кейбір кітаптарыма 1-2 рецензия шығып, кей кітаптарым атаусыз қала беретін. Ал мына романға республикалық, облыстық, аудандық газеттер беттерінде 30-ға жуық пікір жарияланды. Сол сияқты бұған дейін мен кітап оқушылар конференциясы, жазушының өз оқырмандарымен кездесуі дегенді естігенім, көргенім менің бірде-бір кітабым бойынша конференция өтпеген. Өзім жазушы ретінде оқырман қауыммен кездеспеген едім. Ал осы роман жайында Қызылорда, Шымкент, Қарағанды, Семей пед институттарында, Қызылорда мен Жамбыл пед училищелерінде, Астанамыз Алматыда, Киров атындағы мемлекеттік университет пен Қазақтың Абай атындағы педагогикалық институтында, республиканың көптеген қазақ орта мектептерінде оқушылар конференциялары өтті. Мен автор ретінде Қызылордадағы Мәншүк Мәметова атындағы қыздар пед училищесінде 500 шәкірті мен Алматыдағы Қазақтың Абай атындағы пед институтында тіл әдебиет факультеттерінің студенттеріменен жүздестім. Махаббат қызық мол жылдар романына байланысты маған хат жолдағандардың көпшілігі студенттер, орта мектептердің жоғарғы класс оқушылары, ауыл селодағы жұмысшы жастар, Совет армиясы мен әскери теңіз флотының жауынгерлері, солардың ішінде пенсионерлердің де, үй шаруасындағы әйелдердің де, ауыл интеллигенциясының да лебіздері бар. Өз республикамыздың барлық облыстардан тегіс хат алғанымның үстіне туысқан Өзбек республикасының Ташкент, Самарқанд, Бұқара, Ферғана сияқты қалаларынан да хаттар келген. Соның ішінде әсіресе Қарақалпақ АССР-нен көптеген хаттар алғанымды ерекше атап айтуым қажет. Осы хаттардың бәрінде де оқырмандар алдымен өздерінің бұл кітапты қызыға қарай оқығандарын білдіріп, мұндай шығарманы ұсынғаны үшін жазушы баспасына, авторға рахмет айтады. Сөзіміз жалаң болмас үшін бірнеше хаттан қысқаша үзінділер келтірейік. Орал облысының Фурманов ауданынан механизатор Е. Абдаров өз ойын қысқаша былай ғана түйіндепті. Махаббат қызық мол жылдар романын нағыз махаббаттың сырын, мәнін ұқтыратын құнды шығарма деп білемін. Тағы да айтар едім, бірақ та әттең тілім жетпейді. Ал Талдықорған облысының
Панфилов ауданынан жазушы баспасының атына келген хатта мынандай сөздер жазылған. Әзілхан Дұшайықовтың жақында шыққан «Махаббат қызық мол жылдар» романын оқыдық. Бұл кітап бізге өте ұнады. Әр қайсымызға да ой салды. Сол кітаптағы кейіпкерлер осы күні бар ма екен? Солардың шын аты жөні кім екен? Ербол кім? Жомартбек пен Майраның өмірі қандай болды? Бұл сұрауларды қойған себебіміз, бұл кітапта Мұхтар Әуезовтың аты мен фамилиясы өзгерген. Мүмкін Ербол да сол сияқты осы күнгі ақын жазушыларымыздың бірі шығар. Әлде бұл романның екінші кітабы бар ма? Біздің осы сұрауымызды ескерусіз қалдырмай жауап беруіңізді өтінеміз. Механизатор қыздар Ахметова, Тұрсынбибі, Қамырбаева, Пәтігүл. Сол сияқты Шымкент облысы Қапыланбек шаруашылық оқу орнының агрономы Махамбет Алтаев өз пікірін былай хабарлайды. Әзілхан Нұршайықов «Махаббат қызық мол жылдар» романында осы заман тақырыбының күрделі мәселесі жеке адамға деген махаббатты көпке деген сүйіспеншілікпен ұштастыра біліп, дәл бүгінгі күннің көкейкесті жайттерінің пернесін дөп басқан адамгершілік, ізгілік шарттарын бұзбауға, адал махаббатты ардақтап, соның ыстық суығына күйе білуге, еңбекшілдікке үйретеді. Бұл кітаптың жүректерінде махаббат оты бар, бүкіл жастар қауымның керекті құралына айналып, жақсы іске тұлға боларына сенімім мол. Осындай жан азығы мол жақсы кітаптар шыға берсе екен. Челябі облысының әскери бөлімінде қызмет етуші жауынгер Кәкібай Айтымбетов жазушы баспасына кітапты оқығаннан кейін былай деп сәлем жолдайды. Соғыс кезінде Ербол ағаларға серік болған ақын романы сияқты «Махаббат қызық мол жылдар» кітабы біздің серігіміз болды. Жорықтардан шаршап келгенде оны қолыма алып оқи бастасам, бір жола шаршағанымды ұмытып кетемін. Қасымдағы орыс жігіттеріне де бірнеше рет әңгімелеп айтып бердім. Оларға да өте қатты ұнады. Біздің взводтың жігіттері сіздерге және осындай қызық тартымды роман жазып шығарған Әзілхан Нұршайықов ағайға көп рахмет айтады. Житомир облысында әскери борышын өтеп жатқан жауынгер Қуантай Бұзаубаев бұл романның өзінің әскери борышын ойдағыдай атқаруына көмектескен жазады. Сөйтіп оқырмандар өз хаттарында осылай алдыменен кітап жайындағы пікірлерін білдіре келіп, өздерінің әттеген айларын айтады. Анау неге олай болмады, мынау неге бүйтеді деген сияқты өз өкініштерін ортаға салды. Осындай бірнеше сұрақтарына жауап беруді өтінеді. Ондай сұрақтарға оқырмандар мен бетпе-бет жүздескенде толық жауап беруге мүмкіншілік мол. Ал конференцияда кездеспей, республиканың тіпті отанымыздың алыс түпкірлерінде жатқан оқырмандарға жеке-жеке жауап беру қажет. Алғашқы 4-5 хат келгенде мен оларға қолма-қол жауап та бердім. Өйткені мен ол кезде мұндай көп хаттың астында қаламын деп ойламап та едім. Бірте-бірте хат көбейе бастаған соң, олардың әрқайсысына бөлек-бөлек жауап жазып үлгере алмайтынымды аңғардым. 100-ші хат келгенде 100 хатқа жауап деген тақырыппен газетке мақала жазуға, сөйтіп оқырмандарға баспасөз арқылы жауап беруге ұйғардым. Бірақ осы кезде науқастанып, ұзақ уақыт ауруханада жатып қалдым. Шынымды айтсам, сол науқастанып жатқан кезімде оқырмандарымнан үзбей келіп тұрған хаттар маған дәрігерлердің емі мен дәрісінен кем болған жоқ. Әр хат маған әл берді, жаныма жігер құйды. Міне, ауруханадан шығып, қолыма қуат кіргеннен кейін романым жөнінде жылы лебіздер білдіріп, хаттарымен қиын күнде демеу болған қадірлі оқырмандарыма рахмет айту үшін қолыма қалам алып, осы жауапты жазуға кірістім. Жоғарда аталған 1000-ға жуық хатты түгел оқып шыққаннан кейін, солардың ішіндегі барлығы оқырман үшін ортақ мәні бар деген 10 шақты сұраққа жауап беруді жөн көрдім. Олар мыналары. Сұрақ: сіз ақынсыз ба?
әлде жас кезіңізде өлең жаздыңыз ба? Жауап: мен бала күнімде өлеңге құмар болдым. Мектепке барғанша елден ескі дастандарды көп оқыдым. Хат танығаннан кейін батырлар жырының бірін қалдырмай жаттап алдым. Соларға қарап, өзімнің де өлең шығарғым келді. Сөйтіп жүргенде соғыс басталды. Алматыға әскерге келдім. Бір күні кешке 41-ші жылы декабрьде бәрімізді тездетіп сапқа тұрғызды. Командир алға келіп: майдандағы 8-ші гвардиялық дивизияны толықтыруға кім барады? 2 адам алға шығыңдар деді. Денесі төртбақтау келген жұмыскер пішіндес жас жігіт шығып бізге қасқая қарап тұрды. Қапелімде одан басқа ешкім шықпады. Мен шықтым. Шыға сала жігіттерге қарсы қарап тұрып, өлеңдетіп қоя бердім. Біз жеңеміз, өйткені ісіміз ақ. Барлық адам баласы бізбенен жақ. Дүниеге зұлымдық үстем болып, тұрмақ емес әділдік женуі қақ. Әділ ісіміз үшін шығыңдар, азаматтар, алға дедім. Жарайсың деп төртбақ жігіт қолымды қысты. Өлеңді өзің шығардың ба? Өзім шығардым. Сол ақ екен. Біздің оң жақ, сол жағымызды жігіттер кернеп кетті. Сапқа бірге тізілген 2 арт дивизионнан керегі 80 адам екен. 100 адам шығыппыз. 20 адам арттық деп командир бірсыпыра адамды кейінге қалдырды. Мені де сол 20-ның ішіне қосты. Сен ақын екенсің. Ақын бригадаға да керек. Соғысқа бұлардан сәл кейінірек барамыз деді. Құп, майданға барамын деп, саптың алдына алдымен шығып, жігіттерге қасқая қарап тұрған жігіт Төлеген Тоқтаров еді. Кейіннен Тоқтаровқа Совет одағының батыры атағы берілгендігі туралы хабарды естігенде, епырай, сонда Төлегенмен бірге кетіп қалсам, мен де батыр болатын ба едім деген ой келді. Ол менің албырттығым еді. Әйтпесе, 2-ның бірі ер бола бермейді ғой. Сонымен мен майданға бару үшін жаңадан жасақталып жатқан бригаданың құрамында қалдым. Өзім бала күнімнен елгезек ширақ едім. 2 күнде ефрейтор атандым. Көп ұзамай кіші сержант болып шыға келдім. Бәрінен де жақсысы, бұрын Лениншіл жасқа бір конвертке салып, 10 өлең жіберсем, соның бірде-біреуі басылмайтын еді. Енді бригада газетінде бұрқырап менің өлеңдерім шығатын болды. Бұрын бір ауыз өлең шығарғанға өзімді ақынмын деп санап жүрген басым, бригада газетінің бірінші бетінде кісі сержант Нұршайықов деген атпен өлеңдерім жиі жариялана бастады. Өзімді едәуір үлкен ақынмын деп ойладым. Соғысқа барғаннан кейін ұзақ өлеңмен бригада атынан атамыз Жамбыл ақынға деген хат жаздым. Менің бұл өлеңім мен оған жауап берген Жамбылдың 100 жасаған жүректен деген жауабы, екеуі қатар социалистік Қазақстанда шықты. Соғыс бітті. Бірден Алматыға келіп университетке түстім. Социалистік Қазақстан, Лениншіл жасқа өлеңдерімді бардым. Еш қайсысы баспады. Мынауың бақып тұрған фольклор көрінеді. Фольклордың заманы өткен шырағым. Бұл түріңмен ешқашан да ақын шықпайды десті. Бұрынғымның бәрі бос әурешілік екеніне сонда ғана көзім жетті. Сөйтіп, албырт кездегі ақылсыздығымнан ақын бола жаздап аз-ақ қалдым. Осыдан кейін өлеңмен үзілді кесілді қош айтысып, журналистік жолға бір жола бет түзедім. Прозаның ауылы жаққа да алыстан көз салып жүрдім. Ал поэзия алғашында уәдесін беріп, үміттендіріп, артынан өзге біреуге күйеуге шығып кеткен қыздай болып, көңілімнен де көкейімнен де бір жола алыстап кетті. Сұрақ: осы роман қалай туды? Қанша уақытта жазылды? Жауап: мен ұзақ уақыт журналист болдым. Тек қана журналистика жанрлары мен бас мақала, сын мақала, очерк, рецензия жазумен шұғылдандым. Ал әңгімені ауызша ғана айтатынмын. Ауызша айтатын әңгімелерімнің тақырыбы лирикалық, сатиралық
әзіл қалжың түрінде боп келе беретін. Ұзақ уақыт жүріп келе жатып, машина ішінде, дастархан басында, демалыс үйінде тынығушылар арасында айтатын ондай әңгімелерім бірнешеу еді. Олар ботагөз, жемпір, әтір, алтын сағат, үлкен жазушының жанында, аупартком секретары туралы баллада, қызыл көрпе тағы да басқа болатын. Осылардың бір сыпырасын кейін жолдастарымның кеңесімен қағазға түсіріп, газет журналдарда жарияладым. Кейбіреулері кітапқа да кіріп кетті. Тек сонау 45-49 жылдары студенттік өмірдің бір сәтіне ғана құрылып, кейін әлденеше рет өңделіп, жөнделіп толықтырылған қызыл көрпе әңгімесі ұзақ уақыт қағазға түсірілмей, ауызша айтылумен келді. Оның қысқаша мазмұны мынандай еді: соғыстан келген солдат, студент өзімен бірге оқитын қызды сүйеді. Қызды да, жігітті де жақсы көреді. Жігіт сөз айтқанда қыз басқаға беріп қойған уәдем бар еді. Оны қайтемін деп қиналады. Жігіт қыздың уәдесін бұздырмайды. Содан кейін ол сырттан оқуға ауысып кетеді. Бұл әңгімені мен ауызша ең соңғы рет 68 жылы 7 ноябрьде белгілі тіл маманы Әйтім Абдрахмановтың үйіне жиналған көп адамның алдында айттым. Сонда ақын Ғафу Қайырбеков орнынан тұрып, құттықтап қолымды алды да: осы айтқандарыңыз қағазға түскен бе деп сұрады. Жоқ, қағазға түсіресіз бе? Түсіремін. Ендеше тез қағазға түсіріңіз, әйтпесе мұны мен поэма етіп жазып қоямын. Студент күндегі блокноттардың беттерін ақтардым. Ақтара отырып бұл жайды өзім жазбасыма болмайтынын және түсіндім. Күндіз-түні соны қағазға қалай түсіруді ойладым. Қандай қосалқы оқиғалар жинастыру жағын іздестірдім. Ақыры сол жылдың декабрінде демалыс алып осы әңгімені қағазға түсіруге отырдым. Мен журналист, жазушымын. Өмір бойы кеңседе қызмет істеп келемін. Профессионал жазушылардың журналист жазушылардан артықшылығы, олар кеңседе қызмет істемейді, үйлерінде жатады, тек қана творчествомен шұғылданады. Ондай мүмкіншілігім болмағандықтан, мен кесек деген көркем шығармаларымды тек қана жыл сайынғы кезекті демалысымда ғана жазатынмын. Осылай етіп, мен бір жылғы демалысымда «Махаббат жыры» деген алғашқы повестімді аяқтадым. Одан кейін 2 демалысым «Ботагөз», «Әсем» дейтін шағын повесттарға жұмсалды. Ал 68 жылдың кезекті демалысын «Жастық жыры» деген жаңа атпен ауызша «Қызыл көрпе» аталып келген осы әңгімеге жұмсамақ болдым. Алғашқы жоспарым бұрын жарияланған «Махаббат жыры», «Ботагөз», «Әсем» ескі дәптерге енді «Жастық жырын» қосып, замандастар жайлы шағын 5 повесттен құралған роман жасау болды. Осы арада бұл шығарманың қай жақтан баяндалатыны да белгілі болып қалды. Өйткені оған дейін шағын повесттердің бәрі де бірінші жақтан баяндалатын. Сондықтан бір бөлігі болғандықтан мұны да солай етудің қажеттігі айқындалды. Бұған дейін мен де бұл әңгімені қағазға түсіремін деп бір-екі рет талаптанған болатынмын. Бір-екі бастағанымда журналист Ербол Алматыдан келген жазушымен екеуі тың жерлерді аралап жүріп, ауатком председателінің кабинетінде қонады. Сонда Ербол Астана жазушысына өз өмірін баяндап беретін. Екіншісінде ол кабинетте емес, далада, машина ішінде баяндайтын. Ал үшінші жолы оны кабинетте де емес, машинада да емес, өзен жағасындағы шопан үйінде жатып баяндайтын еттім. Бірақ кітап біткеннен кейін оның басталуын да тағы да өзгертуге тура келді. Бір кездескенімізде жазушы Мырзабек Дүйсенов екеуміз романның жалпы атын не деп қоюды ақылдастық. Ол «Махаббат қызық мол жылдар» деп қоюға кеңес берді. Осыған тоқтадық. Осы атпен жазушы баспасының 1970 жылғы жоспарына 15 баспа
табақ роман беремін деп заявка жасадым. Ал ауызша айтқанда 20-30 минутта аяқталатын Қызыл көрпе әңгімесі жастық жыры деген атпен қағазға түсе бастағанда шағын повест көлеміне сыймай шырқап кетті. Бір ай демалысымда оны да бітіре алмадым. 69 жылдың басында тағы да бір ай демалыс алып тапжылмастан отырдым. Онда да бітпеді. Жазған сайын жаңа линиялар қосылып, шығарманың арқауы қалыңдай берді. Бұрын әңгіме бір ғана Меңтай мен Ербол арасында ғана болса, енді оған Ербол, Сәлима, Бүркітбай, Сәлима, Меңтай, Тұмажан, Заман, Тана линиялары да қосылды. Белгілі бір дәуір отан соғысы кезінің қиындығы, одан кейінгі ауыртпалық туралы шығарма жаза отырып, сол кезге тән бұл оқиғалардан аттап кете алмайтын болдым. Оның үстіне Меңтай мен Ерболды, олардың қасындағы және басқа жанама кейіпкерді сол 40-шы жылдардың дәрежесінде қалдыру керек пе деген сұраққа көп ойлануға тура келді. Қалдырсам, 70-ші жылдардың жастарына олар ұнай ма? Бұл кітаптың оқырмандары сол Меңтай мен Ерболдың солардың тұстарының балалары болады. Олардың әке-шешелерінің махаббатын әрі таза күйінде, әрі өздеріне үлгі ете көрсету міндет. Қазіргі жастардың білім дәрежесі де, сыншылдық өресі де өте жоғары. Бұлар жоқшылық дегеннің не екенін білмей, молшылық дүниесінде балықтай жүзіп келе жатқан жандар. Олардың махаббат жайындағы түсінігі де өзгешерек. Осылардың бәрін елеп ескеру екшеу қажет болды. 1969 жылдың басында алған демалысымда шығарманы аяқтай алмаған соң, сол жылдың декабріне дейін жұмыс істей жүріп, кеш жетіп үнемі соған үңілумен болдым. Ақыры 69 жылдың аяғында бір айлық кезекті демалысымды алып, 70 жылдың 19 январында кітаптың соңғы нүктесін қойдым. Сұрақ: романда Меңтай неге трагедиялық күйге ұшыратылды? Оны тым болмаса тірі қалдыруға болмайтын ба еді? Жауап: Меңтайдың басынан кешкен трагедиялық жағдай бірнешеу. Алдымен кішкентай күнде әкесі өледі. Одан соң соғыста жалғыз ағасы қаза табады. Оның күйігіне шыдай алмай шешесі қайтыс болды. Бұл соғыс кезіндегі соғыстың тақсіретін тартқан әр семьяға тән қасіреттер болатын. Халықтың халық ортасынан шыққан қыз болғандықтан, әрине Меңтай да сол азаптардан өтуге тиіс еді. Байқауымша, бұл жағына оқырмандар қарсы емес, дәнеңе демейді. Бірақ басқа Меңтай ұшыраған тағы екі трагедиялық хал бар. Оның бірі Тұмажанның торына түсіп қалуы, екіншісі өлімі. Көп жұрт әсіресе Меңтайдың өліміне өкінеді. Меңтайды өлімге кәрі де жас та қимайды. Көп жастар Меңтай өлімін жылап отырып оқығандарын жазды. Ал Павлодар облысының Мақайын поселкесінде тұратын пенсионер хат Кәрібай Уайысов бұл туралы өз хатында былай дейді: жолдас Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» деген роман түгел оқып шықтым. Жақсы жазылған. Менің сіздерге хат жазып отырған себебім романға сын айту емес, Меңтай өлімінің қайғылы екенін айту. Сондай абзал жаратылған адамның өлді деген жерін оққанда не болып кеткенімді өзімде білмеймін. Жүрегім әлсіреп, сасқанымнан дәрі ішіппін. Немесе Қызылорда облысының Жаңақорған станциясының тұрғыны Қылышбек Байсекеев былай деп жазады: өмірімде қолыма қалам ұстап шығарма талдап, немесе пікір айтып көрген жоқ едім. Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» деген романын оқып, қатты толғаныс үстінде қалдым. Мейлі Меңтай өлді дейік. Жоқ, өлді деуге ауыз бармайды. Оны өлді дегенше әлгі батырдың жолдасы болмай кеткір Тұмажанды өлтіру керек еді. Бірақ өлгеннің артынан өлмек жоқ деген бар емес пе? Ендеше Ерболдың содан бергі 20 жылдық өмірінен оқушыға 2-3 бет қана хабардар беруге болар еді ғой.
Сосынға бір айтарым. Біздің ауылда осы кітаптың ішіндегі апамның айтқандары деген нақылдарды қойын дәптеріне көшіріп алған адамдарды көрдім. Бұл да Меңтайды сыйлағандықтың белгісі деп білдім. Мінекей оқырмандардың пікірі Меңтайдың тағдыры туралы екі ұдай. Біреулер өлгенін дұрыс көреді, біреулер тірі қалдыру керек еді деседі. Бірақ қанша қиналып қынжылғандарымен көпшілік оқырмандар оның өлгенін дұрыс санайды. Шынымды айтсам, мен Меңтайды өлтіремін деп ойлағаны емес едім. Алғашқыда жоспарымда Меңтай Ерболмен қосылмайтын, Тұмажан опасыз болып шыққаннан кейін басқа біреумен тұрмыс құрып кететін. Содан 20 жыл өткеннен кейін жоғарғы советтің сессиясы кезінде депутат Меңтай мен журналист Ербол екеуі Астанада кездесетін. Бірақ Татьяна менің еркімнен тыс ерге шығып кетті деп Пушкин айтқандай, Меңтай да менің еркімсіз Ерболға шықты. Онымен аз уақыт қана тәтті дәурен сүріп, дүниеден қайтты. Меңтайдың күйін кешіп, осы күні тірі жүргендер де бар өмірде. Ендеше оны романдағыдай қайғылы халге ұшыратпауға да болатын еді. Бірақ романның мазмұнын Меңтай жақсы қыз еді, алғашында адасты, артынан бақытты болды деген сөздерге ғана сыйдырсақ, оқушы соған иланар ма еді, иланбауы да мүмкін. Өйткені өмірде екінің бірі бақытты бола бере ме? Қазір ғашықтарға ешбір бөгет жоқ. Заман дұрыс, заң әділ дегенімізбен әлденелер бөгет болып, әркім әртүрлі себеппен арманда кетіп жатпай ма? Романда заман мен тана мақсаттарына жетіп бақытты болды. Оның үстіне Ербол мен Меңтайды да бақытты етіп қойсам, тым тәтті болып кетпей ме? Міне осындай толғаныс үстінде Меңтайды трагедиялық халге жеткізу жайында еміс-еміс ой келді. Осы мен оқырмандарға жауабымды аяқтаймын. Әр жүректе асыл адамгершілік, айрылмас махаббат болсын. Өмірден қол ұстасы өтер жан серік, жалғыз жарын шын сүйе білмеген адам жолдасын да жақсы көре алмайды. Коллективін де құрметтей білмейді. Жан жарына адал болмаған адам қылған қызмет, істеген жұмыс, атқарған қызмет міндетіне де адал бола алмайды. Кеудесінде өз адамгершілік, берік махаббат ұя салмаған адам анасына да, отанына да адал бола алмайды. Жоғарыда келтірген осы ойымды тағы да қайталағаныма кешірім өтіне отырып, әр жастың жүрегіне асыл махаббат болсын. Сол махаббат әр жас семьяның алтын діңгегіне айналсын деп тілеймін. Қырда жайқалған қызғалдақтай қыздарым мен өрімдей өрең ұлдарым менің, тек жас семьяның ғана емес, махаббат деген асыл жібекке түйілген отаншылдық, еңбекшілдік, достық, туыстық, бауырмалдылық, Октябрь революциясының ісіне, дәстүріне жан тәнімен берілгендік сезімдері біздің социалистік ұлы отанымыздың алтын діңгегі болсын деймін. Жастықтың, жігердің, адалдықтың, адамгершіліктің алтын туы асыл махаббат жасасын. 1-10 январь 1972 жыл. Міне құрметті менің оқырмандарым және арнамның қонақтары, мен бүгін жазушы Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» романын сіздердің назарларыңызға ұсынып болдым. Роман осылайша аяқталды. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, егер сіздерге осы жазушы Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдары» ұнады ма? Сіз жас кезіңізде бұл әңгімені оқыдыңыз ба? Алған әсеріңіз қандай? Пікір бөліміне қалдыра кетіңіз. Сіздің әрбір жазған пікіріңіз мен үшін маңызды екен айта кеткім келеді. Арнаны жоғалтып алмау үшін арнаға тіркеліңіздер, қоңыраушаны қарайтып басып қойсаңыздар, менің күнбегін шығарып отыратын мағыналы, тәрбиелі, ғибратты әңгімелерімді жіберіп алмай тыңдап отырасыз дегім келеді. Менің арнамда келесі кездескенше хош сау болыңыздар.